Сәлем достар, қалайсыздар? Біраз болды видео түсірмегеніме, видео салмағаныма. Сол бүгін кішкене бүгінгі жаңалықтарды көрсетіп, бүгін не істейтінімді көрсетіп түсірейінші деген. Бізде қар. Өте керемет қар. Қазір мен қамыр илеп қояйыншы деген, біз қамыр илеп кетейінші деген. Қазір мен бір жерге баруым керек еді, бір керекті заттар алуға. Біз негізі нанды сатып алып жемейміз көбіне печкада пісірем. Сол өте ұнайды енеме, күйеуіме. Сондықтан қолдан илеп өзім пісіргенді өзім де ұнатам. Деп жатырмын, не Құдай қаласа. Дайындап қойдым. Менің қамырым негізі 2 сағатта ашу керек еді, білмеймін, соңғы кездері бір 4-5 сағатқа кетіп жүрді. Құдай қаласа қазір бір жерге барып келем дегенше ашып қалады. Одан кейін бізде суббота, воскресенье демалыс деген жоқ. Осындай үйдің тірлігі, қазір қазан, шайнек, бәрін жуып алуым керек. Одан қалды кір жуамыз. Осындай суббота, воскресенье демалыс емес бізге, ал понедельник, пятница жұмыс. Суббота, воскресенье еще жұмыс, бізге демалыс жоқ. Қалаға шықтық. Қызымды алып шықтым. Көптеген видеолар болады, итімізді байлап қойдық. Шықтық. Қыс өзінің қыс екенін көрсетіп жатыр. Қай бір жылдары февральда, осыдан бір 5-6 жыл алдында ондай болған. Февральдің уақытында кәдімгідей көктем, күн шығып, жер көгеріп, бәйшешек шығып дегендей. Қарасаңыздаршы, қазір февраль нағыз қыс болып жатыр. Аппаққар. Сосын достар, өткенде менің үлкен ұлым 2 телефонды сындырған. Біреуін неге унитазға түсіріп алған, суына, біреуін кәдімгідей жерге бір ұрған. Бұрынғы телефоным еді, ішінде көптеген информациялар бар еді. Қазір соны елуға ремонтқа көрсетуге бара жатырмын. Келе жатырмын. Бірінші біз баннер жасайтын жерге баруымыз керек, себебі біз мектебімізде апталық өтеді, ашық сабақ өтеді. Соған бірінші көрнекілікке, баннерге заказ беруім керек. Кеше де барып кеткем. Бүгін тағы келе жатырмын. Сол жұмысты бітіріп алуым керек болып тұрыпты. Достар, мен тағы да өткенде келген Канстоварға келе жатырмын. Өткенде айтқан озеро, адамдар келіп демалатын жер. Қазір Канстовардан керекті заттарымды алуым керек. Қарнымыз ашып кетті. Тандырсам салып жейіндіп жатырық. Қызым ас қылсын, қызымның қарны ашып қапты. Дәмді ма? Кенет алуға келдік. Өткенде ана жерде бір жігіт бар еді ғой, бізде ше. Өзіміздің танысымыз бар еді, содан барып ет аламыз. Балыққа келдік. Иісі енді. Исін айта алмаймын.
Қандайын аламыз? Қайсы? Балық алып алдық. Енді телефон ремонтқа тастап кеткен, мен сол телефоныма барамын, жасатты дайын болады деген еді. Диана, арманың орындала ма қазір? Арман орындалады, біз қазір Мимишотқа келдік. Осы магазин жақсы көреді өзі. Сумкамызды тастап кеттік. Жүр. Ішін көреміз. Yok. Osman айтып жүрген. İçinde ne var mı? Карточка. Nereye var? Nereye var? Құдай қаласа 27 февральда біздің қыздың туған күні. Контент күтіңіздер. 5 қалаған затын әперем. Осы жерден туған күнде не алам дейді, соны әперетін боламыз. Оны өзі туған күнде басқаша видео қылып шығаратын боламын. Телефон жасаттым. Скотчтап қояды екен өздері. 3 сағаттан кейін ашады екенбіз. Бір телефонымыз вообще не болып қалған? Ремонтқа келмейді. Сата салдық. Үйге келдім. Үйге келсем, қызым нанды жауып қойыпты. Қызым енді кішкентай ғой әлі. Бізде автомат жоқ. Полуавтомат, осыған жуамын. Айтып отырмын ғой, бізде суббота воскресенье демалыс жоқ. Енді осымен айналысып жатырмын. Құдай қаласа. Күндеріңізге сәттілік.